Сіздерге Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымдар әзірлеген 3-ші сынып жаратылыстану әдістемелік кешенін таныстырамыз. Оқулық, жұмыс кітаптары және мұғалімге арналған нұсқаулық тәрізді 3 компоненттен құралған оқу әдістемелік кешен мазмұнында пән бойынша мемлекеттік бастауыш білім беру стандарты талаптары және оқу бағдарламасы толығымен жүзеге асырылады. Үшінші сынып оқулығы белсенді оқыту қағидаттарына негізделіп құрастырылды. Оқулық мазмұны алдымен баланың қызығушылығын оятып, зерттеу іс-әрекетін орындауға бағыттайды. Нәтижесінде білімді өздігінен алуға жетелейді. Зерттеу жүргізу үшін оқушы ақпарат көздерін, күнделікті өмір мысалдарын және өзінің жеке өмірлік тәжірибесін пайдаланады. Бақылау жүргізеді, тәжірибе жасайды, өзі әзірлеген модельмен жұмыс жасап, қорытынды тұжырымдайды. Міне осылай, бастауыш сынып оқушысы өзін-өзі зерттеуші ретінде қабылдап әдеттенеді, әрі оның зерттеу дағдылары дамиды. Оқулыққа Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерінен үзінділер енгізілді. Мысалы, ұлт ұстазының нұсқаулығымен топырақтың құрамын зерттеу әр бала үшін қызық болары сөзсіз. Сондай-ақ пән мазмұны оқушыны өз өлкесінің табиғатын танып білуге және қорғауға, қоршаған орта ресурстарын үнемдеуге баулып, экологиялық мәдениетінің негізін қалайды, қауіпсіздік ережелерін үйретеді. Бұл оқушының ғылыми жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыруға ықпал етеді. Оқулықтағы ақпарат AR қосымшасы арқылы да ұсынылады. Видео, аудиоматериалдар қоршаған орта нысандары туралы нақты ұғым қалыптастыруға көмектеседі. Бала болмысынан белсенді зерттеуші. Оқулығымыз оқушының осы табиғи әуестігін барынша қолдап, тапсырмаларды, сұрақтарды тікелей өзіне қояды. Оның түрлі пәннен алған білімін кіріктіріп, белсенді әрі саналы түрде практика жүзінде оқып үйренуге шақырады.